Александр Селезнев атындағы Алматы хореографиялық училищесі ұйымдастырған өрлеу хореографиялық оқу орындарының халықаралық 5-ші байқауы аяқталып, байқау нәтижесі Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында жарияланды. 5-ші рет өткен бұл байқау ару қаламыздың 1000 жылдығы мен тәуелсіздіктің 25 жылдығына, сондай-ақ Александр Селезневтің туғанына 110 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Александр Селезнев қазақтың классикалық балет өнерінің негізін қалаушы. Келген қонақтар, қатысқан адамдар хореография училищесінің мұғалімдерінің, оқушыларының өнерлеріне үлкен баға беріп жатыр. Ол қуанышты жағдай. Мен 1956 жылы 2 жыл осы училищеде директор болып қызмет атқардым. Ол мен үшін училище маған өте ыстық. Сондықтан бүгінгі мынау мерекелік іс-шараларға қатысу мен үшін үлкен мәртебе деп санаймын. Сондықтан хореография училищенің тойы ары қарай жалғаса берсін. Училищенің оқушыларына өнердегі үлкен табыс тілеймін. Өз Қазақстанның би өнері ары қарай өркендеп өсе берсін. Әлемнің 10 елінен қатысқан 120 өнерпаз 3 номинация заманауи, ұлттық және классикалық би өнері бойынша өнерлерін ортаға салды. Кіші, орта, үлкен топтарға бөлінген бишілер өнері бір-бірінен асып түсті. Қорытынды бойынша Қазылар алқасы ұлттық би номинациясының жүлдесіне алматылық Жанел Уланова мен Өзбекстанның Ташкент қаласынан келген Жанар Төрееваны лайық деп тапты. Бұл байқауға келгеніме өте қуаныштымын. Менің өнерімді халықаралық сарапшылар 100-ден жүйрік деп таныды. Мен үшін де, елім үшін де бұл үлкен құрмет. Осы байқау арқылы үлкен тәжірибе жинақтап, көп достар таптым. Бұл күні Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрына нағыз би өнерінің жанашырлары жиналды. Өзбекстаннан келген өнерпаз Абдуллаев Шерханның биін сүйемелдейтін әуен қойылмады. Залға жиналған жұртшылық би аяқталғанша қошемет көрсетіп отырды. Заманауи би номинациясының бас жүлдесін кіші топтан Белоруссия елінен келген Артаменко Екатерина, үлкен топтан астаналық Гумар Султанбеков, классикалық би номинациясын кіші топтан кореялық Джуа Ким иеленсе, үлкен топ арасындағы кештің негізгі жүлдесін алматылық Испанова Бақытгүл мен Жаңабеков Жаңанұр иемденді. Бүгінгі күн өте қымбат күн, қуанышты күн. Бірінші орын алғаныма ризамын. Осы бүкіл өзім училищеме рахметімді айтқым келеді. Сол өзім педагогым арқылы осы дәрежелерге жетіп отырмын. Жаңағы ұлы адамдар дейміз ғой енді біздің балет профессиясын. Солармен құттықтап, солардың көздеріне көрініп орнағаныма өте қуаныштымын. КСРО халық әртісі Қазылар алқасының төрағасы Михаил Лавровский барлық жеңімпаздарға ақшалай сыйлықтар мен жүлделерді жеке өзі табыстады. Алматы хореографиялық мектеп ұжымы мен демеушілер Қазылар төрағасының өткен 75 жылдық мерейтоймен құттықтап, қазақы дәстүрмен иығына шапан жапты. Михаил Лавровский: Қазақстанның саулығы менің саулығым. Сый құрметтеріңізге рахмет. Енді мен қазақ болдым деп басына зерлі құндыз бөрікті киіп, кеудесіне қолын қойды.